Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов Еңбекші ауданының тұрғындарымен есептік кездесу өткізді. Кездесуді қалалық мәслихат хатшысы Бахадыр Нарымбетов жүргізді. Жиынға тұрғындармен қатар басқарма басшылары да қатысты. Бұндай жиындар бұрындары өтіп жүрген, бірақ дегенмен осы жылдың жаңалығы бұл жүйелі түрде жыл бойында өтетін. Бұрын жылдың соңында бір рет есеп беретін, әзір жүйелі түрде. Оған арнайы кесте жасалды, маслихатпен бекітілді. Ол қай елді мекенде әкім қашан кездесу өткізетін. Ол енді кездесу, тек қана кездесу өткізу мәселені анықтау емес, ол жерде арнайы бақылау кеңестері құрылды. Бұл сол бұрынғы сельсовет деп айтуға болады. Сол жердің мықты азаматтары, абыройлы азаматтары, сол жердегі белсенділердің қатарына. Бұл өте жақсы жаңалық. Мен ойлаймын, бұл Шымкенттің тәжірибесін басқа өңірлерде алатын шығар. Қала әкімі баяндамасында 3-ші мегаполистің даму көрсеткішін баяндады. Елді мекендерді аралау кезінде көтерілген мәселелер жайына тоқталды. Бұдан бөлек, болашақта қолға алынатын ауқымды шаралар мен бастамалар жайын сөз етті. Инженерлік инфрақұрылым қазіргі біз аудандарда ең бірінші мәселелердің бірі. Бірақ дегенмен әр бағытта оның шешу жолдарын біз қазіргі кезде бекітіп қойдық. Оны қазір тұрғындарға түсіндіріп жатырмыз. Әр елді мекенде бүгінгі күнде инженерлік жұмыстар атқарылып жатыр. Дегенмен қазіргі мына бірінші кездесуіміз Еңбекші ауданында бәрімен мынау қауіпсіздік бағыты мазалап тұрғаны көрініп отыр. Кейбір көпір бар, жол, ол да қалады. Біз дегенмен осы қаңтардан бастап өткен жылы да өзекті мәселелерін бәрін білеміз. Тұрғындарға түсіндіріп жатырмыз, қоғамдық белсенді сөздердегі ағаларымыз, апаларымызбен айтып жатырмыз, қашан болады, қай бағытта жұмыс атқарылады, бүгінгі күнде не жасалып жатқан конкурстан өтуінің бәрі айына бірін жеткізіп жатырмыз. Қала басшысының баяндамасынан кейін аудан әкімі өңірде атқарылып жатқан жұмыстар жайын айтып өтті. Шара соңында тұрғындар өздерін мазалаған маңызды сауалдарын қойып, әкім мен басқарма басшыларынан жауап алды. Дария Медикустың ашылғанға 4 ай болды. Әкіміміз өзіңіз келіп ашқансыз, ондан хабарыңыз бар. Қазіргі таңда 12.000 бізді тұрғындарымыз өткізі берілді дейді. Бірақ бізді көшелерінде бір көшені бір жақ өткен болса, екінші жақ өтпеген. Оның ішінде қанша науқастар бар. Міне қазір бір жерде уже 3-ші ай кетіп 4-ші айға бара жатыр. Осы сахарниктер бар, ұшыды тұрғандар бар. Бірде-бірі әлі бір дәрі алған жоқ. Бұны яққа барса бізге келген жоқ. Бұны яққа барса бізде емес дейді. Олар өте қиын жағдайға барып қалды. Айта кету керек, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес өңір әкімдері 90 сайын тұрғындармен есептік кездесу өткізеді. Жиында қаланың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері баяндалып, тұрғындардың сауалдарына жауап беріледі.